Ассаламу алейкум, қадірлі заманласлар. Халқымыз оғада бай мирасқа ие халық. Ата-бабаларымыз өз мәдениетін, сөзін қастерлеп, рауажландырып келген. Бүгінгі күнде де милли үрп-әдет дәстүрлеріміз бенен, тарихымыз бенен басқа халықтардан ажыралып тұрамыз. Бұған әлбетте біздің жыр дасталарымыз, тарихымыз жазылған кітаплар гуа. Біз әр қилы мазмундағы, әр қилы темадағы дасталларымызды көріп, шынын айтқанда тәсен қаламыз. Не деген сөзге бай, сөз құдіретін дүзген бабаларымыздың өшпейтін ғазине қалдырып кеткендігі менен қаншалар мақтан шетсек арзиды. Себебі 100 томлық дастан ішінде бүгінгі әулет еле таныс болып үлгермеген дастанлар саны қанша дейсіз? Бұл біздің сөз гауһарымыз, қайсы дәуірде де біздің өзлігімізді, тілімізді, үрп-әдет дәстүрлерімізді бір-біріменен байланыстырып тұратұғын ұлы мирас болып табылады. Ане әуелгі заман уақытында Ноғайдың азық шағында дін мұсылман дін Хорезм елінде Ақжүрім деген қалада Хасен деген хан бар еді. Шахы Хасеннің уақытында Хорезмнің еллерін көп абадан дереді. Сансыз қалмақ елінен тақтап болады патшаның Хорезмді алсам деп әрман етіп жүреді. Бір күнлері патша ләшкер жинады, ширын жанды қинады, ябы дайын тулады. 16 топ сүйретіп, темір арба қиратып, Хорезмді алмаға 30 мың ләшкер айдады. Ләшкерлерін ертіп, патша жолға рауана бола берді. Бірнеше күн жол жүрді, азған емес мол жүрді. Патша кеуілін қошылады. Хорезмнің шетіне келіп, қосын ғана таслады. Жаслықта Тақтаполат патшаның жақсы көрген әміресі Абақан уәзір дереді, шақырып алып қасына зәрі жығасы дірілдеп. Сен Шахы Хасенге тай салмай бар, басына қайғы сал. Хорезмнің еллерін текілікпенен берер ме? Хорезмнің еллерін текілікпенен бермесе, Тақтаполат патшаның Хорезмді еліңді, соналы айдың көліңді, дәулетіңді, бақтыңды, арыз сораған тақтыңды, елің менен қалқыңды талап еттау алмаға, бұны қалай көрерсіз деп Шахы Хасенге айт, тезлік менен қайт деп патша жұмсап жіберді. Әжем болар әй тақсыр деп Абақан тұрып әй орнынан. Тұлпарға ерін әй салады, бәтшенеден әй берліклеп. Мақпал менен терліклеп күдара айын шалады, Ақнайза қолған әй алады. Алдына дабыл әй өңгеріп, кейніне сауыт әй бөктіріп. Ақтамгердің шылауын әй оңғарып, шоған әй салады. Қырық жігітің әй оңында, қырық жігіті әй солында. Хорезмнің елінің әй ләшкер тартып әй барады. Көздері оттай әй жанады, ғарib жанын әй қинады. Астындағы ақтамгер көкке атып әй ойнады. Тұлпарға қамшың әй басады, бәлен таудан әй асады. Дариядайын тасады, мәртле шағлап ешады, айны сәске уақытында Шахы Хасеннің алдында.
Біз өткен көрсетуімізде қаһарманлық дастандардың бірі Ер Шора дастан хақында сөз еткен едік. Бүгінгі сөзіміз белгілі дастандардың бірі Ер Зиуар дастаны болып, бұл дастандағы батырлардың, халықтың тұрмыслық уақиялары, шешенлікпен айтылған сөзлердің ұлылығы хақында сөз етпекшіміз. Қарақалпақ халқының тарихы, оның түп бабаларының ерте дәуірлерден басыланатұғынлығы бүгінгі ілімде анықланып атыр. Осындай тарихқа ие халқымыз әсірлер давамында дөреліп келатырған бай ауызекі әдебиетіне ие. Бүгін Қарақалпақ халқының ең сүйіклі дастаны һәм халықтың сүйіп оқитұғын Ер Зиуар деген халықтың қаһарманлық дастаны. Оны 1941 жылы Құрбанбай жыраудан жазып алынып, 1958 жылы баспаға даярлаған. Дастанда кекарғы идея Ноғайлы Хасен хан һәм баласы Ер Зиуар өз елін Қалмақ ханы Тоқтаполаттың екі рет шабуыл жасаған атланысы һәм күреслері баянланады. Тоқтаполат Хасен ханның елін алмаға 30 мың ләшкерменен бастырып келеді. Қалмақ ханның уәзірі Абахан уәзір Хасен ханның алдына барып, неше жылдан берлі дәуран сүресең, халқың менен мәслихатты саласаң, сауашыларға бізге қарсы шықпасаң, Хасен ханым 5 күн мәулет беремен, ханымызға мөріңді алып барасаң, ұрыссыз бермесең жұртыңды, басыларыңа мен салармын қайғызар деп шығып кетеді. Ер Зиуар дастанда да басқа дастандарға сияқлы тарихи уақиялар, күреслер нәтижесінде пайда болатығын хадиселер, батырлардың көркем тұлғасы көз алдымызға елеслейді. Бұл дастанның хасыллығы сонда сөзлердің мәнілі болып, ұйқасуы менен өткір пікірлер құнын жоғалтпай бүгінгі күнімізге жетіп келген. Абахан уәзір әй жетіпті хан алдынан әй барғанда. Аттың басын әй бұрады, ханға қарап әй тұрады. Абаханның әй Хасен жаңа бар деп сорадың Бұл дастанда, қаһарманлық дастанда ұрыс көрінісі жүдә шебер берілген. Бұл ұрыс тактикасы Ноғайлы халықтың, грек халқының Троя ұрысылары бар, тап содан да қалыспайды. Бұл әлбетте жыраудың шеберлігіне байланысты. Бірақ әме жерде ұрыс тактикалары бірдей екен. Батырлардың бір-бірінің жеңуі, ұрыс басыланбастан бұрын бір-бірін қанын қайнатып алуы, бір-біріне жекпе-жекке шығаруы суретленеді. Жаңа айтып өткенімізде Ақжүгініс кеулі тасып, Қалмақтың батыры ғой енді Ақжүгініс. Ноғайлының батырын өлтіргеннен кейін Хасен ханның батырын өлтіріп, батырың болса жекпе-жекке жібер деп ақырып, Хасен хан тараптан батырдың өшін алуға, Аққозының өшін алуға Саруанлы батыр деген мәртілік етіп шығады. Олар Саржай менен оқ атысуға келісіп, бірінші нәубетті Қалмақ Жүгініске береді. Жүгініс 3 мәртебе Саруанлыға оқ атады. Саруанлы 3 мәртебе оғынан қашып қалып тигізбейді. Нәубет Саруанлы батырға келеді. Саруанлы сондай мерген болады, бір атқанда Ақжүгіністің тұмсоғынан қағайырады. Ақжүгіністің келлесін Саруанлы кесіп алады. Ақнайзаға ілдіріп, ханға алып барады. Хасен хан бұған мәс болып, уақыты шандан болады. Қалмақ ханы Тоқтаполат тараптан және өш алуға 21 жасар Байсал палуан Жүгіністің өшін алуға ортаға шығады. Ол ортаға шығып, қара таудай күшім бар, мен геуірдің ұлыман, деп Байсал шықты лалаулап, атын мінбей жаяулап, қара тасты қақ жарып,
күрес жайға барады. Бар болсаң тез келің деп ортада шауқым салады. Бәріңді жексен етейін, бәріңді қырып майданда көрсетейін күшімді, деп Байсал батыр ақырды, күреске кел деп шақырды. Ұлы еді Хасен хан, Тақта-Полат патшаның, Байсал дайын батырының зор екенін біледі. Саруанлыны қайғырып, ітият бол балам деп батырға жауап береді. Ноғайлының Саруанлы батыры сауытларын шешіп күреске шығады. Екі батыр күреске шығып, өз тарапындегі батырлардың өшін алуға айқасады. Екі батыр алысты, ақыра жанбас салысты. Саруанлы хаққа жалбарып, пірлерге етті налысты. Саруанлының белінен Байсал қатты қысады. Бір қысуға шыдамай, жүрегі аузына тығылды. Саруанлыға Байсалың зорлық еткен ұсайды. Геуір қатты қысқанда Саруанлы қан құсады. Саруанлыдай батырдың аузынан қан кеткенде шыдай алмай Хасен хан қолына найза алады. Хасен хан алдын Саруанлы батыр да Байсал палуанның аты шыққан күшлі палуан екенін біледі. Һәм оған күреске шыққанда іләшсіз алдыңғы батырдың өшін алуға шығады. Байсал палуан бір қысқанда Саруанлы батырды қан құстырып өлтіре жақ болғанында Хасен хан ұрыс тактикасын бұл жерде бұзып жібереді. Ана батыры өлуіне көзі қимай ұрысты басылып жібереді Хасен хан. Бұның ұрысты қағиданы бұзған үшін Хасен ханның қалмақ ханы Тақта-Полат бұл да басылып жібереді ұрысты. Тақта-Полат хан, қалмақтың ханы, қағиданы бұзғанлықтан барып Хасен ханның палуанын найзаменен ұрып өлтіреді. Бұған Хасен хан қаны қызып шыдамай барып Тақта-Полаттың да батырын қылышпенен келдесін жұлып алады. Бұл жерде ұрыс тактикасы бұзылып кетеді. Сонымен екі жақтан дабыл қағылып ұрыс басыланады. Қырғын ұрыс басыланып кеткен соң екі хан ортада қалып қояды бұл жерде. Негізі ханлар ортада жүрмеу керек. Тек жаңа батырларын қорғайман деген мақсатпенен екеуі де өші алып ортада қалып қояды. Сонымен қырғын ұрыс басыланып кетіп, Ноғайдың көпшілік әскерлері қырылады бұл жерде. Бұл жерде қырғын ұрыс болғанда ләшкерлер басы жұтылды. Қиямет қайым болғандай күннің көзі тұтылды. Батырлар қылыш сермеді, думан басып жер жүзін бір-біреуді көрмеді. Қаршылдап қылыш ұрылды, келек кесіп қан төгіп, ақыр заман құрылды. Ұрыс сепкіл болды деп, екі жақтан дабыл қағылды. Бұл жерде көркем ұрыс тактикасын шебер берілген жері екі хан ортада қалып қойғанлығы себеплі жыраудың соншелі шеберлігі күннің көзі тұтылып, думан басып кетеді. Сонымен еш нәрсе көрінбей қалғанлықтан екі жақтан дабыл қағылып, ұрысты тоқтатайық дейді. Онымен әскерлердің қаны қызып кеткеннен кейін ұрыс тоқтамайды. Бұның арасынша Хасен хан әскерлерінің арасынан қашып кетеді қалаға қарап. Қалаға барып жан сақлау мақсатында қашып бара тұрғанында алдынан үлкен айбатлы екі алып ер көрінеді көзіне. Қараса бұл өзінің баласы Ерзуар менен Ержанай екен. Әкесінің қашып бара тұрғанын көріп, Ерзуар әкесіне бұлай дейді: сонда тұрып Ерзуар атасына сөйлейді: дұшпаннан қашып біз барда, жүрегіме салма дәрт. Ноғайлыдай жұртың бар, атажан неге қашасаң? Бос ұсласаң қамысты, атажан қияр қолыңды. Дұшпанлардан қашқаннан жау қолында өлейік. Бұған арланып Хасен хан да балаларменен қосылып ұрысты давам етеді. Ерзуар менен Ержанай қолдарына қарағай саплы ақ найза алып
ұрысқа кірісіп кетеді һәм қалмақларды жеңіп Бесмазар деген жерге дейін қуып барады. Бесмазар деген енді бұл өлікілердің таслап қоятұғын ұлма, ол жерде адам дем алу мүмкін емес жер болып есептелінеді. Сол жерге Бесмазарға дейін қуып барады. Бұның арасынша қалмақлар жеңілгеннен кейін Қалмақ ханының бір уәзірі қалмақ жұртына жетіп барады. Қалмақ жұртында Тақтаполаттың қызы бар еді, жалғыз қызы. Ол ақ отауда жатырған екен барса. Ақ отауда алтын тақтың үстінде, қолында алтын тарағы бар, қасында 360 қыз қызметінде тұрған екен. Уәзірі кіріп барған соң, ханның қызы бірден бір уақияның болғанын сезеді. Һәм албырап бірден сұрайды, не болды деп. Уәзір бәрін басына өткелерін баянлап, әкеңнің қашып кетті, жауда жеңіліп қалды, ол қалай болады енді деп мәслихатлеседі. Бұған қызы да, бірақ қалмақтың қызы Ақтамақ, ол мәрт қыз еді. 360 қызы менен жауға атланады. 100 қызы оңында, 100 қызы алдында, 100 қызы ізінде, 80 қызы оң жағында, 80 қызы сол жағында жүреді. Ортасында Ақтамақ ханның қызы жүреді. Барса, әкесінің жеңіліп, мұңайып отырғанын көреді. Қапа болма әкейжан деп, өзім ноғайлылардан өш алып беремен